Балық неге сөйлемейді? Ертеде Тәңірі Тағала періштелерге, адамға сәжде етіңдер, деп бұйырады. Күллі періште иіліп, тағзым етеді. Ібліс қана қасарсып. Адам топырақтан, ал мен оттан жаралдым. Менің нәсілім адамнан артық, дейді. Құдай тәкаппарларды жек көретін. Оны жазалап, мойнынан қарғыс қамытын кигізеді де, теңіздің суына тұншықтырады. Іблісті теңізге тұншықтырып жатқанда, жанына балықтар жиналады. Ол аузын жаппай: «Ей балықтар, қамданыңдар, бастарыңа қатер төнді. Мына құдайлардың адамды жаратты. Ертең ол жерге түседі. Оның асқазаны айуан атаулының қабірі. Қомағай қарны тойдым демейді. Көріңдер де тұрыңдар. Ол ақылмен өзен, көлге, теңіз, мұхитқа ау салып, қармақ тастап, сендерді аулайды. Ілінгендеріңді аямайды. Ішек қарныңды ақтарып, етіңді қорек қылады. Олар ас ауқатқа таласып, керек болса өздерінде аямай қанға былғайды» деп адамды ғайбаттайды. Мұны естігенде балықтардың зәресі ұшады. Қорқынышты хабарды дереу таратып, бір-біріне жеткізеді. Ұшқан құс жүгірген аңның бәріне таратады. Малғынның сөзіне сеніп, анық-қанығын білместен, өсек сөзі таратқаны үшін Тәңірдің жазасына ұшырайды. Заматта балықтардың тілін суырып алады. Содан бастап балық атаулы мылқау боп қалады. Ал малғынның денесі тигендіктен теңіздің суы ащы болып кетіпті.